жаңа жылдық сыйлықтардың жұлдыз жорамалы. Тоқтылар үшін сыйлықтың өзі емес, сыйлықты қалай бергеніңіз маңызды. Бұл сыйлық жарыс кезінде, квестте немесе басқа да сайыс барысында табысталған жөн. Тоқтыларға ұнайтын сыйлықтардың тізімі: жаттығу залына абонемент, гантельдер, басқа да спорттық жабдықтар немесе спа салонына абонемент пайдалы болады. Торпақтарға арналған сыйлық өте әдемі қапталған болу керек. Ал ішіндегісі пайдалы нәрсе болғаны абзал. Кофе қайнатқыш, таба, ыдыс-аяқ жиынтығы, төсек орын жамылғылары, жылы әдемі шұлықтар немесе аксессуарлар. Арзан фоторамка мен әзілі бар сыйлықтарды ұмытыңыз. Торпақтар оларды бағаламайды. Егіздер үшін сыртын қаптап әуре болып, шығынданбай-ақ қойыңыз. Сіз оны қаншалықты әсем көркемдеп қаптасаңыз да, ол оған мән бере қоймайды. Әзілі бар сыйлықтар мен үстел ойындары, кітаптар, күнделіктер, ерекше қаламдар, осының бәрі білімпаз егіздер үшін өте жақсы сыйлық болады. Шаяндар үйлесімділікті және дәмді тағамдарды жақсы көреді. Сондықтан жамылғы, жұмсақ жейде, шарф, нәски, сондай-ақ аспаздық мастер-класс немесе сомельеге арналған сертификат, шай жинағы және де үй жабдықтары сияқты сыйлықтар оларды қатты қуантады. Арыстандарға әшекейлер, әдемі іш киім, брендті заттар, қымбат косметика, иіссулар, әшекейлі айна сыйлауға болады. Арыстандар ойындарды жақсы көреді. Кез келген үстел ойындарынан бастап, компьютер ойындарына дейін таңдасаңыз болады. Бірақ ең бастысы, оны әдемі қаптауды ұмытпаңыз. Бикештер сыйлық маңызды емес деп ескертсе де құлақ аспаңыз. Әйтпесе олар ұзақ жылдарға ренжіп қалуы мүмкін. Бәлкім әлде бір сыйлық жайлы бұрындары бірнеше рет ескерткен болар. Есіңізге түсіріңіз. Бикештерге пайдалы гаджеттер, дәрумендер жиынтығы, бет күтіміне арналған косметика, сұлулық салонына немесе спа салонына сертификат сияқты пайдалы сыйлықтар ұнайтыны сөзсіз. Таразыларға не сыйласаңыз да олар ешқашан сыйлықтың ұнамағанын білдіртпейді. Алайда оларды шынымен қуанту үшін қымбат қалам, терімен қапталған блокнот, бизнес-органайзер, жақсы шарап сияқты сыйлық бергеніңіз жөн. Сондай-ақ әдемі қобдишалар, кәдесыйлар, мүсіншелер де көңілінен шығуы мүмкін. Саршаяндар сыйлыққа ақшаны аяғанды ұнатпайды. Қымбат сөмке, әдемі іш киім, секс-атрибуттар, сондай-ақ эзотерика мен психология кітабы, массаж бойынша мастер-класс, жеке иісу жасауға арналған майлар жиынтығы шаяндарды қуантатыны сөзсіз. Мергендер үшін үй жабдықтары да, пайдалы заттар да қажет емес. Сыйлық міндетті түрде мәртебелі болу керек. Белгілі брендтің орамалы, әшекей, белбеу, тіпті аспандағы кәдімгі жұлдыз болу мүмкін. Сондай-ақ жылқымен серуендеуге сертификат, саяхатқа жолдама, әлем философтарының нақыл сөздері жазылған кітап беруге болады. Тәуешкілер әрдайым сыйлықты таңдауға өте үлкен жауапкершілікпен қарайды. Алдын ала ойластырады. Сондықтан оған да дәл сондай ілтипатпен жауап бергеніңіз дұрыс. Кремдер жинағы, әртүрлі кәдесыйлар тәуешкілерді таңғалдыра қоймас. Бірақ үйге арналған жайлы нәрсе, әдемі сағаттар, ерекше тас, қымбат әшекей, көзілдірік, жеке тұлғаны дамыту туралы кітап сияқты сыйлықтар оларды сөзсіз қуантады. Су құйғыштарға жаңа телефон, құлаққап, үстел желдеткіш, жарық шары немесе смарт сағат, шаңсорғыш робот, мультиқазан сыйласаңыз қателеспейсіз. Өйткені олар оның өмірін жеңілдетуге көмектеседі. Балықтарды қуанту үшін сыйлық өте символдық және мәні бар болу керек. Балықтары бар аквариум тірі өсімдік табиғатпен бірліктің символы ретінде бағаланады.
шет тілдерін үйрететін кітап және саяхатқа арналған шабадан, шығармашылық жинақтар, сурет салу және саздан мүсін жасау бойынша мастер-класстар, сондай-ақ музыкалық аспаптар сыйласаңыз, оған ұнайтынына кәміл сенімді болыңыз. Дұрыс сыйлық таңдап үйреніңіз. Жаңа жыл құтты болсын.